Егер балаң жаман оқыса не істеуге болады деген сұрақ қойып тұрсыз ғой. Қараңыз да, мысалға менің қызым 6 класста 7 мектеп оқып жүрді. Неге? Мен всегда баланы сабақпен қарамаймын. Егер де мұғалім баланың тілін таба алмаса, бала ешқашан оқымайды. Жаңағы менің атым Қожа айтады ғой. Кім жаман Қожа, кім бұзық Қожа дейді. Сосын не істейміз Қожа? Мектептен шығарайық дейді ол класстағы. Сол кезде ана мектеп директоры айтады: "Хорошо, біз мектептен шығардық" дейді. Ол басқа мектепке барды дейді. Кім жақсы Қожа? Кім отличник Қожа? Кім тәртіпті Қожа? Сонда Қожаны түзете алмаған біз кінәліміз бе, әлде басқа мектеп кінәлі ма деген сұрақ келеді да. Яғни сіз балаңызды қинай берудің қажет жоқ. Әр баланың өзінің бір жүрегіне қонатын мұғалімі болады. Мен мысалға қызымның мұғалімі мектеп үшін отбасын Алматыға көшірмей жатырмын. Алматыға енді бармаймын деді. Өйткені ана мектептен и ол отличница, и ол бизнестен неден бизнесте береді дейсің ғой. Жаңағы жарыстардан жеңіп жатыр да. Неге? Өйткені ол мектеп оның жүрегіне